Қазақ осы әнін үйренуді бастаймыз. Бізге керегі ең бірінші 0 деген сан. 0-ді баспаймыз. Осылай тартамыз. Сосын 7-ші пернеге барамыз. Міне, санаймыз. Мынау бізде 1-ші перне. Одан кейін 2-ші перне. 3, 4, 5, 6, 7. Міне, астындағы 7-ші пернені, яғни 7-ші перне астынан басамыз ғой, мына кішкентай саусақпен. 6 рет тартамыз. Сосын 5-ші пернеге барамыз. 7, 6, 5. Бір рет тарттық. Енді 8-ші пернеге барамыз. Міне, санайсыздар. Қайттан көрсетейін, міне, мынау 1 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші пернені басамыз кішкентай саусақпен. 1 рет. Сосын 7-ші пернеге жылжимыз. Сосын 5-ші перне. Сонда барлығын қосамыз. Түсікті ғой, сонда сандарын айтатын болсақ, бірінші 0. Баспаймыз ештеңе, просто тартамыз 1 рет. Сосын 7-ші пернені 6 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сосын 5-ші пернеге барамыз. 1 рет. Сосын 8, 7, 5. 8, 7, 5 деген, яғни мына перненің сандары. 8-ші перне, 7-ші перне, 5-ші перне. Міне, қағазға былай жазып алдыңыздар, міне жазып дайындап қойдым. Кімге керек, комментарийге жазыңыздар. Міне, қазақ осының сандары. Қазір осы тұрғанда жазып алдыңыздар. Оқиын. Бірінші 0, сосын 7, 6 рет жазасыздар. Сосын 5, сосын 8, 7, 5. Сонда 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 8, 7, 5. Тағы да 1 рет қосайық. Сосын 5. Сосын 8, 7, 5. Түсінікті ғой, Міне, осындай оңай тәсіл бар. 8-ді кішкентай саусақпен, 7-ні де кішкентай саусақпен, 5-ші пернені 2-ші саусақпен бастым. Яғни мынау 4-ші саусақ, мынау 3, мынау 2, мынау 1-ші саусақ қой. Енді 2-ші жол. Біріншісі 0, ештеңе баспаймыз, тартамыз. Сосын 5-ші пернені басамыз 2-ші саусақпен. 6 рет тартамыз. Сосын 3-ші пернеге барамыз 1-ші саусақпен. 1 рет тартамыз. Одан кейін қайттан 5-ші перне 1 рет. Сосын 7-ші перне 2 рет тартамыз. Сонда барлығын қосайық. Түсінікті ғой, Енді 1-ші жол мен 2-ші жолды қосып тартам. Екінші жол енді. Міне, түсінікті деп ойлаймын. 6 рет санаңыздар, 7-ші пернені, 5-ші пернені. Түсінбей жатсаңыздар, видеоны ары қарай айналдырып қайттан қарайсыздар ғой, қайта. Енді 3-ші жол. Сонда дейін үйретіп тастайын. Міне, 0, тағы да ештеңе баспаймыз. Сосын 2-ші перне, 1, 2, 2-ші перне, 1 рет тартамыз.
Сосын үшінші пернені екінші саусақпен басамыз. Сөйтіп 5 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сосын екінші пернеге барамыз. Бірлеп. Сосын бесінші пернені мына кішкентай саусақпен басамыз. Бірлеп. Сосын үшінші пернені екінші саусақпен басамыз міне. 3. Сосын екінші пернені басамыз бірлеп. Сол үшеуі бірге 5, 3, 2. Сосын тағы айта кететін, мына пернені басқан кезде сызықтың дәл алдынан басамыз, жақсы ма? Мына тақап басамыз ғой сызыққа. Сол кезде дыбыс жақсы анық шығады. Үшінші жол тартайық. Міне шықты, жақсы. Енді біз үйренетін төртінші жол. Ең бірінші екінші пернені басамыз. 4 рет тартамыз. Асықпай тарта беріңіздер міне. 1, 2, 3, 4 рет тарттық. Сосын үшінші пернеге барамыз. Бұны 3 рет тартамыз. 1, 2, 3. Қайттан екінші перне бірлет. Сосын ашық 3 рет тартамыз. 0, 0, 0 яғни. Міне бұл төртінші жол. Осы төртінші жолды тағы бір рет тартам. Тағы да бір рет асықпай. Сандар 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 0, 0, 0. Сосын жаңағы төртінші жолды аяқтағаннан кейін үшінші жол мен төртінші жолды тағы тартамыз, иә, қайталау ғой. Үшінші жол міне бағанағы. Бес, үш, екі, сосын төртінші жол. Осымен қазақ осы деген ән бітті. Түсінікті деп ойлаймын. Сандарын жазып алыңыздар. Кім тарта алды, төменге жазыңыздар. Сандық нотасы сандары қажет болса, дәптерге жазылғаны төменге жаза қойыңыздар. Тиімді бағада беретін болам. Оқушыларға енді көбінесе тегін, ал андай енді үлкен адамдарға ақылы болады. Немесе мынадай да ұсыныс бар, жақсылап бір жақсы пікір жазсаңыздар, сол адамдарға сыйлыққа беретін болам, яғни тегін. Басынан бастап бір тартайын, я, енді. Кеттік. Екінші жол. Бір-бірімен біріктіріп тартсаңыздар, тоқтамайша, сол кезде жақсы әуен шығады. Мен сияқты тартсаңыздар. Үшінші жол. Міне осымен ән бітті. Түсінбеген жерлері болса, енді сұрайсыздар ғой. Тағы келесі қандай ән үйретейін? Тағы да міне Анашым деген ән бар, Ақ бантик деген ән бар. Жақсы. Так.
жауабы ақбантик деген міне. Балауса қыз едің бір кезде, шашына ақбантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіне көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарыма сен мөлдірсің еркем. Міне, кім үйренгісі келеді ол? Комментарийге жазып жіберіңіздер. Бұның да сандары бар. Барлығының сандары бар жалпы. Мына тәсілді біліп алсаңыздар, тек сандарын жаттап алсаңыздар, үйреніп аласыздар әнді. Кімге қандай сандар керек? Комментарийге жазыңыздар, қай әннің сандары керек. Түсінікті болды деп ойлаймын. Кімге қай жері түсініксіз, төменге міндетті түрде жазыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік.